бір адам 10 жасар баласын ертіп егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты: «Анау тағаны балам ала жүр». Бала әкесіне қарап: «Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын?» деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң, шие сатып отырғандардан сол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түсті. Артында келе жатқан бала да тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Бітегенеден соң және бір шие, содан біраз өткен соң және бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып, баласына шиені орамалмен беріп тұрып айтты: «Көрдің бе, мана тағаны жамансынып, жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Бұдан бұлай есіңде болсын балам. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құр қаласың», деді.